Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз өте маңызды әлеуметтік тақырыпты қарастыратын боламыз. Тақырыбымыздың аты жинақтаушы зейнетақы қорлары арқылы еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнетақылық қамсыздандыру. Бұл тақырып қоғамның әлсіз топтарын қолдауға, олардың өмір сүру сапасын арттыруға және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге бағытталады. Қазіргі таңда халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі зейнетақылық қамсыздандыру болып табылады. Әсіресе еңбекке қабілетсіз азаматтарды әлеуметтік тұрғыдан қолдау кез келген мемлекеттің басты міндеттерінің бірі болып саналады. Қазақстан Республикасында бұл бағытта жинақтаушы зейнетақы жүйесі қалыптасып, табысты жұмыс істеп келеді. Аталған жүйе азаматтардың қартайған шағында, сондай-ақ еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан жағдайда материалдық жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған. Жинақтаушы зейнетақы жүйесі бұл азаматтардың жеке зейнетақы шоттарында міндетті және ерікті зейнетақы жарналарының жиналуына негізделген қаржылық жүйе болып табылады. Қазақстанда бұл жүйені негізінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жүзеге асырады. Жүйенің негізгі қағидалары міндетті зейнетақы жарналары, жеке есеп шот, инвестициялық табыс және мемлекеттік бақылауы болып табылады. Бұл жүйе азаматтардың болашақтағы қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен бухгалтерлік есеп жүргізіп, жеке қаражаты және зейнетақы активтері бойынша бөлек қаржылық есеп береді. Салымшылардың жеке шоттарындағы міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары және ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жинақталған зейнетақы қаражаттарының есебі уәкілетті орган белгілейтін тәртіппен бөлек жүргізіледі. Зейнетақы жарналары есебінің дұрыс жүргізілуіне және инвестициялық кірістің салымшылардың жеке зейнетақы шотына есептелуіне уәкілетті орган бақылау жасайды. Еңбекке қабілетсіз азаматтарға мыналар жатады: мүгедектігі бар адамдар, жасына байланысты еңбекке жарамсыз тұлғалар және асыраушысынан айырылғандар. Бұл топтағы азаматтар еңбек нарығында толыққанды қатыса алмайтындықтан мемлекет тарапынан ерекше әлеуметтік қорғауды қажет етеді. Еңбекке қабілетсіз азаматтарды қамсыздандыру бірнеше бағыт бойынша жүзеге асырылады. Бірінші, мемлекеттік базалық зейнетақы, яғни барлық азаматтарға тағайындалады, еңбек өтіліне байланысты мөлшері өзгереді. Екінші, ынтымақты зейнетақы, яғни ескі жүйе бойынша еңбек өтілі бар азаматтарға төленеді. Үшінші, жинақтаушы зейнетақы, бұл жеке шоттағы жинақтарға негізделеді. Еңбекке қабілетсіз азаматтар үшін, яғни мүгедектік бойынша төлемдер және асыраушысынан айырылу жағдайындағы төлемдер қарастырылған. Жинақтаушы зейнетақы қорлары азаматтардың қаражаттарын жинақтайды, инвестициялайды және зейнетақы төлемдерін жүзеге асырады. Еңбекке қабілетсіз азаматтар үшін бұл қорлар тұрақты табыс көзі және қаржылық тәуелсіздік құралы болып табылады. Жинақтаушы зейнетақы қоры бухгалтерлік есепте және есеп беруді жасау кезінде пайдаланатын құжаттардың есепке алынуы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Және сақталуға жататын негізгі тізбелер мен олардың сақталу мерзімін уәкілетті орган белгілейді. Жинақтаушы зейнетақы қорларының аудитін уәкілетті органның лицензиясы болған жағдайда аудиторлық ұйым жүргізеді. Жыл қорытындысы бойынша аудиторлық есеп жинақтаушы зейнетақы қорының жылдық қаржылық есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайы туралы аудиторлық ұйымның
аудиторлық есебі коммерциялық партия болып табылмайды. Жинақтаушы зейнетақы қорының аудитін жүзеге асыруға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік, құқықтық актілерімен белгіленеді. Жинақталған зейнетақы қаражаттарының құпиясы салымшылар туралы, салымшылардың жеке зейнетақы шоттарындағы қалдықтар және ақша қозғалысы туралы мәліметтерді қамтиды. Жинақтаушы зейнетақы қорларының жинақталған зейнетақы қаражаттарының құпиялылығына кепілдік беріледі. Өзінің қызмет міндеттерін жүзеге асыру үшін жинақталған зейнетақы қаражаттарының құпиясы болып саналатын мәліметтерге қол жеткізуге мүмкіндік алған жинақтаушы зейнетақы қорларының лауазымды адамдары, қызметкерлері және өзге де адамдар жинақталған зейнетақы қаражаттарының құпиясы болып саналатын мәліметтерді жариялауға құқылы емес және оларды жариялағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап береді. Жеке зейнетақы шоттарындағы ақшаның қалдықтары мен өзгерісі туралы анықтамалар. Бірінші, анықтау және алдын ала тергеу органдарында олар жүргізіп отырған қылмыстық істер бойынша. Екінші, соттарға сот ұйғарымының негізінде олар жүргізіп отырған істер бойынша. Үшінші, салық органдарына тексеріліп отырған тұлғаға салық салуға байланысты мәселелер бойынша уәкілетті органдарға алушының өтінішіне байланысты туындаған мәселелер бойынша не олардың жинақтаушы зейнетақы қорларына тексеру жүргізуіне байланысты. Төртінші, прокурорға оның қарауындағы материал бойынша өз құзыреті шегінде тексеру жүргізу туралы қаулы негізінде. Бесінші, салымшының өкілдеріне нотариатпен куәландырылған сенімхат негізінде жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы міндетті аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымдарға берілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент емес жеке және заңды тұлғалары осы заңда және уәкілетті органның өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарды ескере отырып, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның құрылтайшылары немесе акционерлері бола алады. Қорыта айтқанда, жинақтаушы зейнетақы жүйесі еңбекке қабілетсіз азаматтарды әлеуметтік қорғаудың негізгі әрі тиімді тетіктерінің бірі болып табылады. Қазақстанда бұл жүйе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арқылы жүзеге асырылып, азаматтардың жеке жинақтарына негізделген тұрақты табыс көзін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Еңбекке қабілетсіз азаматтар үшін зейнетақылық қамсыздандыру олардың өмір сүру деңгейін сақтауға, әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге және қоғамдағы теңдікті қолдауға бағытталған маңызды құрал болып саналады. Сонымен қатар бұл жүйе мемлекеттік қолдау мен жеке жауапкершіліктің үйлесіміне негізделеді. Дегенмен, зейнетақы жинақтарының жеткіліктілігі, инфляция әсері және халықтың қаржылық сауаттылығы сияқты мәселелер жүйені одан әрі жетілдіруді талап етеді. Болашақта зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру үшін инвестициялық саясатты жақсарту, халықтың сенімін нығайту және әлеуметтік қолдау шараларын күшейту маңызды болып келеді. Осылайша, жинақтаушы зейнетақы жүйесі еңбекке қабілетсіз азаматтардың лайықты өмір сүруін қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды әлеуметтік институт болып қала береді. Назарларыңызға рахмет.